Баршаңызға қайырлы күн. Химия 9-шы сынып, химия реакция жылдамдығы және қайтымды реакциялар бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қарастырамыз. Оқу мақсаттары: реакция жылдамдығы ұғымын түсіндіру, реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторларды анықтау және бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіру, қайтымды және қайтымсыз реакцияларды білу, тепе-теңдікті динамикалық үрдіс ретінде сипаттау және Ле Шателе-Броун принципі бойынша химиялық тепе-теңдіктің ығысуын болжау, химиялық тепе-теңдік күйіне және химиялық реакция жылдамдығына жағдайлар өзгерісінің әсерін түсіну және ажырату. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: химиялық реакция. А қосылған Б шығады С. Сызба нұсқасы бойынша жүреді. Реакция кезінде А және Б заттарының концентрациялары қалай өзгереді? Бұл заттардың концентрациясы азаяды. А және Б заттары қатты заттар екені белгілі болса, берілген реакцияны температураны өзгертпей қалай жылдамдатуға болады? А және Б заттары қатты заттар болса, демек оларды ұнтақтауға болады. Келесі тапсырма: кальций карбонаты және тұз қышқылы әрекеттесуі нәтижесінде көмір қышқыл газы бөлінеді. Бірінші тапсырма: химиялық процестің реакция теңдеуін құрастырыңыз. Кальций карбонаты, кальций СО3 қосылған тұз қышқылы H хлор, кальций хлор2 тұзы H2O және CO2 газы түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, H хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі тапсырма: реагенттердің толық жұмсалуына қажет уақытты жоғарыдағы графиктен анықтаңыз. Толық жұмсалып болған уақыты ол мына шамада, мына нүктені белгілейтін болсақ, ол бізде 70 секунд. Келесі: реакция аяқталуына байланысты реакция жылдамдығының төмендеуі бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіріңіз. Әрекеттесуші заттардың, яғни реагенттердің концентрациясы азайып, ал түзілген өнімнің концентрациясы жоғарылайды. Келесі тапсырма: ұсынылған үрдістерді қайтымды және қайтымсыз деп жіктеңіз. Аммиак өндірісі гомогенді газды жүйеде бұл қайтымды үдеріске жатады. Қышқылдық жаңбырдың әсерінен сәулет құрылыстарының бұзылуы бұл қайта қалпына келмейді, қайтымсыз процеске жатады. Тағамдардың ашуы қайтадан қалпына келмейді, қайтымсыз процеске жатады. Бейтараптану реакциясы қайтадан қалпына келеді, қайтымды процеске жатады. Келесі тапсырма: химия реакция жылдамдығына әсер еткен факторлар бар. Суретте химия реакция жылдамдығына әсер ететін қандай фактор көрсетілген анықтаңыз. Бұл бірінші стақанда, бірінші ыдыста бөлшектердің арасындағы қашықтық өте алшақ, яғни бұл газды білдіреді, және екінші суретте бұл газды сығып тұр. Демек, қысым әсер етіп жатыр. Барлық үдерістер үшін қолдануға болатын түсіндіріңіз. Жоқ, қысымды тек гомогенді газды жүйеге ғана қолдануға болады. Жоғарыда көрсетілген фактордың өзгеруі химия реакцияның жылдамдығының артуына қалай әсер ететін болжаңыз. Қысымның артуы реакцияның жылдамдығын арттырады. Жүйе тепе-тең және гомогенді болған жағдайда жоғарыда көрсетілген фактор жоғарылаған кезде ығысуды болжаңыз. Жүйе тепе-теңдікте болған кезде және гомогенді болған кезде қысым әсер етеді. Факторды, қысымды арттырған кезде тепе-теңдік қай жаққа ығысады дейді. Қысым артқанда тепе-теңдік зат мөлшері кем жаққа ығысады. Қысымның артуы тепе-теңдікті зат мөлшері аз жаққа ығыстырады. Келесі тапсырма: тепе-теңдікті реакция өнімдеріне қарай ығыстыруға қабілетті факторларды көрсетіңіз. Бұл жерде азот фториді, сутек газы және фторсутек пен азот фторсутектер барлығы газ, гомогенді газды жүйе. Олай болса, ең бірінші бізде мына жерде жылу берілген.
Сондықтан тепе теңдікті өнімге қарай ығыстыру керек бізге. Яғни тура бағытта ығыстыру керек екен. Өнім түзілу жағы экзотермиялық болып тұр, демек мына жағы эндотермиялық. Температураны арттыратын болсақ, жылу алыс жаққа қарай ығысады. Демек біз температураны төмендетуіміз керекпіз. Бірінші, температураны төмендету. Енді гомогенді газ жүйеге қысымның әсерін қарастыратын болсақ, мына жерде 2 моль және 3 моль, реакцияның сол жағында 5 моль зат мөлшері, мына жерде 6 моль және 1 моль, реакцияның оң жағында 7 моль. Демек, мына жағы артады. Біз қысымды арттырсақ, зат мөлшері аз жаққа қарай ығысады тепе теңдік. Демек, біз қысымды төмендету керекпіз. Бұл реакцияда қысымды төмендету. Және үшінші фактор бұл реакцияға әсер ететін концентрация. Өнім түзілу жаққа қарай тепе теңдік ығыстыру үшін кез келген әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясын арттыру керек. NH3 немесе деп былай жазамыз. H2 концентрацияларын арттыру. Осындай үш жауап дұрыс болады. Келесі тапсырма. Салқындау тепе теңдік күйіне және келесі реакциялардың өнімдерінің шығымына қалай әсер етеді. Осы өзгерістерді болжап, кестедегі жауаптарды оңға солға немесе мынадай белгі үлгісінде енгізіңіз дейді. Бұл үдерістерде тепе теңдікті, температураны салқындату деген, ол температураны төмендету деген сөз. Қалай әсер ететінін болжау үшін кітаптағы мына абзацты есімізге салайық. Температураның жоғарылауы тепе теңдікті эндотермиялық жаққа дейді. Ал төмендеуі экзотермиялық реакциялар бағытына ығыстырады дейді. Бізде салқындату демек температураны төмендету. Температураны төмендеуі тепе теңдік экзотермиялық, яғни экзотермиялық плюс көп тауып алу керек. Бізде мына жағы эндо болса, демек мына жағы экзо. Олай болса бізде бірінші реакцияда солға ығысады. Яғни экзотермиялық жаққа ығысады деп тұр. Солға ығысады. Екінші реакцияда реакцияның соңы экзотермиялық, жылу сыртқа бөлініп жатыр. Демек оңға осы жаққа ығысады. Яғни әр реакцияның экзотермиялық жағын тауып аламыз. Эндо болса, значит, ана жағы экзо. Демек, мында солға. Сол бойынша анықтаймыз. Оңға. Мінекей, осы тапсырмалардың барлығына дескриптор бойынша жалпы 20 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін.